Қымбатшылықтан көз ашпаса да қойдай көнбіс қоғамға бір сәлем. Арнаға жазыл, лайк бас. Мал монологын бастайды. Билік былтырдан азық түлікті шетінен қымбаттатып, қоғам тамырын басып көрді. Бірақ қайнары бар шайнектей бұрқ сарқ еткен бұқара бұрқылдатта қойды. Өзіміз құтыртқан. Ошын ғана дегенге дегеннен көнбеу керек екенін қашан түсінеді екенбіз. Жаңа Қазақстанда бәрі керемет. Тек жанармайдың бағасын өзге озық елдермен теңестіру қалып еді. Ол дегеніне де әпенді үкімет жетті. Ең болмаса дұрыс сылтау айтсаңдар болады ғой. Это связано с ростом вывоза горюче-смазочных материалов в соседние страны, транзитным автотранспортом и по серым схемам экспорта. Өзгенің көзі өзіміздегі арзан бензинге түсті екен деп, солармен бағаны теңестіру деген ой есаланға да келмейтін шығар. Олай болса, сенде бой түзе. Үлгі етер, ол жақта бізге қарағанда қымбат деп көкейтін Еуропадағыдай жалақы бер. Ондай айлықпен қымбатшылығына қыңқ демейміз. Шаршадым. Ары кетпейін, іргедегі өзбектей өндірісіңді жолға қой. Монополист Нұрлан Смағұловтың қалтасын қампайтқанша қырғыздардай жапон көлігін қиналмай кіргізіп, шертіп жүріп мінуге жол аш. Әлде қазақ кредитсіз, қарны тоқ, қарызға батпаса, бүгінгі билікті төңкеріп тастайды деп қасақана қара халықты қанайсыңдар ма? Жынды келтірмеңізші. Сарай бұлбұлдары, ой, парламент депутаттары, ау, қайдасыңдар? Кеше ғана елім, жерім деп сайрағандар жанармайды қымбаттатамыз дегенде тілің жұтып, ініне тығылып қалғанына жол болсын. Өзіндік ойы болса да, айта алмай іштей тұншыққан сендер де шіріген жүйенің костюм киіп төспелгі таққан құлысындар ғой. Бәрі мүмкін өмірде. Өмірде бәрі мүмкін. Ай 92 3 айда 300 теңгеге қымбаттайды. Ол үшін ванга болудың қажеті жоқ. Үкімет біздің бензин тонналап қырғыз асып жатқанын алға тартты. Рас, ол жақта 1 литрі 275 теңге. Бізден бақандай 100 теңге қымбат болған. Енді қараңыз, қазір 200 теңгеге көтерді. Одан дым нәтиже болмасы белгілі. Халық шуламасын деп артын ойласа да, арын ойламайтын есек мінерлер жаз аяғына дейін тағы да қымбатшылықпен қысқалы тұр. Бағы мен байлығы 5 елі ел болса да, мұнайдың үстінде отырып бензинге ақшаға жармаған жұрт еді деп келер ұрпақ есіне алатын шығар. Еде, арнаға жазыл, пікір қалдыр. Малдың айтары алда.